Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге селедка под шуба салатының роллы түрінде жасап үйренетін боламыз. Видеомды соңына дейін көріңіздер, керек заттарды описанияға жазып кеттім. Ең алдымен керек заттарымызды асып аламыз да, одан кейін оны үккіштің майда көзінен барлығын өткізіп алып, керек ыдыстарға мөлшерімізбен салып аламыз. Бұл жерде бізге керек заттар свекла, картошка, асылған жұмыртқа, сәбіз және майшабақ балықтар керек болады. Одан кейін бізге майонез және пищевой пленка керек болады. Видеодағыдай пищевой пленкамызды алып, өзімізге керек мөлшерге бөліп аламыз. Одан кейін үстіне свекламызды салып, одан кейін майонезімізді, одан картошкамызды салып, қайттан майонезімізді кезекпе-кезек жайып салып шығатын боламыз. Барлығы оп-оңай, ондай қиын емес. Видеода барлығы анық көрсетілген. Майонезбен қоса тұз сеуіп отырсаңыздар болады. Әркімнің өзінің дәміне қарай. Если сіздерге тұзды салат ұнаса, тұз сепсеңіздер болады. Ал если тұзсыз ұнататын болсаңыздар, тұз сеппесеңіздер де болады. Бірақ балық салатын кезде тұз себудің қажеті жоқ, өйткені балықтың құрамында өзінің тұзы болады. Бұл салатты күнделікті өмірде дайындап жесеңіздер де болады. Немесе жаңа жылға, дастарханға, қонақ келген кезде алдына қойсаңыздар да ерекше өте дәмді болып тұрады. Менің өз басым бұл салатты сүйсініп жеймін, яғни қонақ келген кезде де бұл салатты қоямын. Барлығын рет-ретмен салып алғаннан кейін пищевой пленканың көмегімен осылайынан видеомыздағыдай орайтын боламыз. Яғни роллы түрінде орап, екі жағын жақсылап бекітеміз. Одан кейін ыдысымызға салып, холодильникке 1-2 сағатқа салып алсаңыздар болады. Одан кейін алып, майонездің көмегімен немесе өздеріңізге қалай ұнайды, өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндеп ұсынсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлзада. Қош сау саламатта болыңыздар.